Енді Гүлжамалмен соhбетімізді давам етірсек, бүгінгі күнде сол инсанның кітап оқуға болған қызығушылығына тек арғы себеп қандай фактор бола алады? Шаңырақ па, инсанның өзі ме, яки болмаса сол қоршаған орталық па? Енді инсанның кітап оқуына бірінші нәубетте шаңырақ ең ахмет бір рөл ойнайды. Себебі шаңырақта бала нені көрсе, Айна. соны істейді да бала. Мәселен, шаңырақта ата-ана телефонға қарап күнін өткізіп атырып па, бала да соны дұрыс екен дейді де, сол телефонға қарап өткізеді. Ата-ана қаншелі дәрежеде, мәселен, кітаптың бақалы екенлігін, кітапты қаншелі дәрежеде қолданып атырғанын айтса, қаншелі дәрежеде ол балаға көрсетсе, бала соны уақыттың өтуіменен соны іліп алады, һәм соны давам етеді. Енді кітап оқу деген инсанның бір қалбін жартатуған нәрсе. Бар ғой, кітап білім бұлағы деген, мәселен, білім өмір шырағы дейді да, мәселен, кітап оқып, өзінің білімін арттырған кезінде дейді да, қаліпте нұр пайда болады деген. Осы қаліпте нұр пайда болған кезінде ғана дейді да, адам өзінің өміріндегі дұрыс жолды, қате жолды анық көріп тұра алады екен да, алжасу кем болады екен. Және өмірінде қандай да машқала болса, сол машқаланы шешіп кете алу үшін жол көрсетіп тұра алады екен. Сол нұр арқалы ол жолды көре алады екен да, дұрыс жолды көре алады екен. Мәселен, 3 жасқа шекемге балаға, мәселен, кітап оқыта алмаймыз. Бірақ соған шекем оны қалбін ашу керек. Бірақ қалбін ашатығын инсанлардың ең біріншісі ата-ана. Ата-ана көбірек менен олардың қызметі ойын ғой. Көбірек олар менен ойнау керек. Ойнау арқалы олар менен мүнәсебет орнатады. Одан кейін барып мүнәсебет орнатқан кезінде олардың қалбі ашылады. Содан кейін барып, мәселен, 3 жастан кейін барып, оған ертек кітапларды оқып, олардың миында образ жарату керек. Мәселен, ертекті айтып беріп атырған кезінде балада ой қалыплеседі да, сол ой өзінікі болады. Мәселен, телефондағы нәрселерді көреді, видеоларды көреді, көрінісілерді көреді. Ол таяр болған ойда, таяр болған ойды қаншелі дәрежеде көре берсе, өзінің ойына, мәселен, хақиқи өзінің бір ойы болады адамның, сол ойға орын қалмайды. Тек қана ол таярлап берген ғана ойды ойлайды, оның ар жағына шектеулі нәрсе болып қалады. Сол үшін кітапты оқыған кезінде адамда өзінің хақиқи ойы болады, өзінің жаңағы арман мақсатларына жететұғын бір ойы болады. Соған түрткі болады. Мәселен, адамның да жаңағы қаншалы кітап оқыса, сол ойлауы кең болу керек. Кең болған кезінде ғана мақсатлары көп болады, арзулары көп болады. Ал кітап оқымаған адамның ойлауы тар болады, олардың мақсатлары аз болады. Мақсатлары ойлайды, қалиды, бірақ қалеге менен сол мақсатлардың әмелге асуына сенбейді. Себебі ол өзін шеклеп тастаған, біреулердің таярлап берген, таяр ойы менен бархама мида ойлап, сол өзін шеклеп тастаған болады. Жеке пікір қалыплеспейді. Жеке пікір қалыплеспейді. Соның есабынан балада еліклеу қалыплеседі. Тек қана ол атрапындағылар не істеп атырыпты? Телефон алғысы келіп, телефон алып атырыпты көпшілік инсан. Мен де телефон алуым керек екен. Жаңағы қандай да бір нәрсені кім қайсы атрапта көбірек алса, адамдар соған елкілеп кетіп атырыпты да. Мәселен, машина алып атырыпты, һәмме машина алу керек. Үй алып атырыпты, үй алу керек. Үйді ремонтлау керек. Һәмме бір келкі нәрсені әзір көбірек істеп кетіп атырыпты да. Біз жаңағыдай кітап оқымасақ, білім алмасақ, көбінше ойлауымыз тар болып, тек елкілеп қалады екенбіз. Сондай бір елкілеп қалған кезінде адам еш уақытта рауажланбайды. Және бір кітап оқыған кезімізде біздің сөз байлығымыз көбейеді. Мәселен дейді, бұрынлары жаңағы оқушыларға шығарма жаз десе, 5-6 бетті толтырып тастайтұғын еді. Әзіргі уақытта мәселен шығарма жаз десе, мәселен сөз байлығының есабынан бір 2-3 беттен аспай атырды да. Сол мәселен сөйлескенде де көбірек мәселен мүнәсебетлері давам ету ұшында, мәселен, сөз байлық көп керек қой. Сол сөз байлықтың арқасында мүнәсебет жақсы жаққа қарай көбірек рауажланады. Дос арттыруы да көбірек рауажланады. Бірақ қашан ол кітапты оқып, өзінің ішінде сақлап қоя беретұғын болса, еш уақытта ол сөз байлығы артпайды. Біз білімді дейді, алып болғаннан кейін оны қалбімізге толтырып отыра бермей, оны бөліскен кезімізде көбейеді. Себебі сол білімнің жаңағы ағып тұрған бұлағы мәселен, босаған орынға келеді мәселен. Сол бұлақты біз бөлісіп отыруымыз керек. Бөліскен кезінде сөз байлығымыз көбейіп, адамлар менен, мәселен, жақсы нәрсені бөлсеміз ғой, кітаптан оқыған нәрсеміз жақсы нәрсе. Егер біз сондай жақсы нәрселеріміз жоқ болатұғын болса, біз пайдасыз болған нәрсемен бөлсеміз. Мәселен, қазіргі уақытта жасыларымыз көбінше телефон көреді, бір-біріменен сол недегі көрінісілерді көрсетеді бір-біріне. Мынағара, мынандай жерде мынандай болыпты деп. Мәселен, ол көрінісілердің көбісі адамзаттың өзі миы сондай,
ми жаңағыдай бір нәрсеменен ойланбаса дейді, бір нәрсені шұғыланбаса, ілімді елемесе, жаңалық болмаса миға дейді, ми жалқауланады, һәм бір ұнамсыз болған нәрселерді көбірек ми тартады екен. Сөйтіп ұнамсыз болған нәрселерді ғана басқалармен бөлісіп қалады екен. Мәселен, ол сондай бір жауыздыққа тарифленген бір нәрсе болуы мүмкін да. Қаншелі мәселен сондай ұнамсыз болған нәрселерді бөлсе, арасында ұнамсыздықтар көбірек келіп шығады екі инсан ортасында. Сонан кейін олардың мөнәсебеті ұзаққа бармауы мүмкін. Бір жаңағы жанжалдардың келіп шығуда, мәселен, бір уақытлары, мәселен, көбірек ұнамсыз нәрселерді екеуара бөліскен болуы мүмкін да. Сол кезінде ми ойлайды, демек бұлардың ортасында ұнамсыздық болу керек екен дейді де, сондай себеплерді тауып береді. Сол үшін инсан менен жақсы мөнәсебетте болу үшін да кітапты көбірек оқып, сол кітаптағы жақсылықтармен бөлісу керек деп ойлаймын. Жүзде жақсы Гүлжамал, психолог сұхбатында, қанегес сұхбатында сіз беріп отырған малуматлар әсіресе ерте таңнан бізді тамашалап отырған ата-аналар бар. Жас ата-аналар үшін әжайып маслихат болған болар еді. Өйткені сөзіңіздің барысында айтып өткеніңіздей, сол әрбір жасты кішкенелігінен бастап кітап оқуға, ертекілер оқып беріп тәрбиелайтын болсақ, әлбетте әрбір инсан отансүйгіштікке деген мехр-мұхаббаты артып барады, келешекте кәміл инсан болып жетілседі. Айне біз сәубетлескен тема дөңгелегінде ролик даярланған еді, біргелікте тамаша етіп алсақ, соң сәубетіміз және давам етеді. Мархамат, біргелікте көрейік. Үйге тапсырманы таярлап тастайық. Үйге тапсырманы кейінелеу таярлаймыз, телефон ойнайық. Yaxşı onda, keyinірек tayarlayımız. Үйге тапсырманы таярлап тастайық онда. Yaxşı. Yaxşı.